Мен 50-ге келгенде өмірдің бәрі тынышталады деп ойлағанмын. Әйелдің жастық шағы артта қалады. Еркектер енді саған әйел емес, жеңге деп қарайды деп сенесің. Бірақ мен қателестім. Соңғы 1 жылда күйеуім екеуміздің арамыз суып кеткен. Бір үйде тұрсақ та, екі бөлек әлем сияқтымыз. Әңгіме жоқ, қызығушылық жоқ. Кешкі ас үнсіз. Телефон басты серігі. Ал менше, мен әлі тірімін, әлі сеземін. Әлі айнаға қарағанда әйелді көремін. Сол күні сенбі болатын. Үйге қайным келді. 27 жаста. Үнемі күліп жүретін, еркін, заманауи. Бұрын ол мен үшін жай ғана күйеуімнің інісі еді. Бірақ соңғы кездері бірдеңе өзгергенін сезіп жүрмін. Ас үйде жалғыз қалдық. Мен шай құйып тұрдым, ол үнсіз қарап тұрды. Не болды? Дедім күліп. Жауап жоқ. Тек көзқарас. Баяғы еркін жігіттің емес, ер адамның көзқарасы. Мен ыңғайсызданып кеттім. Шайды ал да, отырсайшы дедім. Ол жақындап келді. Қолынан кесені алғанда саусақтары менің қолыма тиіп кетті. Кәдімгі кездейсоқ тиісу емес. Сәл ұзақ. Денемнен тоқ жүргендей болды. Жеңге, сіз өзгеріп кетіпсіз, деді ол баяу. Қалай? Қартайып кеттім бе? Деп қалжыңдадым. Жоқ, керісінше, сізге бір түрлі жарасып тұр бәрі. Жүрегім бір сәт тоқтап қалғандай болды. Мен мұндай сөзді соңғы рет қашан естідім? Күйеуіңнен бе? Жоқ, ешкімнен. Кешке дастархан басында ол маған анда-санда қарап қояды. Басында мән бермеуге тырыстым. Бірақ әр қараған сайын жанымда бір жылу пайда болады. Түнде ұйықтай алмай жаттым. Жай елес шығар. Өзім ойлап жүрін, деп өзімді жұбаттым. Сағат 00:43. Телефоным дір етті. Бейтаныс номер емес. Ол. Ұйықтадыңыз ба? Жүрегім тарс-тұрс. Жауап бермеймін деп шештім. Бірақ 1 минуттан соң тағы хабарлама келді. Бүгін сізге қарағаным үшін ұялмаймын. Көптен айтқым келіп жүр. Менің демім тарылды. Экранға ұзақ қарадым. Жауап жаздым. Өшірдім. Қайта жаздым. Соңында тек бір сөз жібердім. Не айтқың келді? Бірден жауап келді. Сізді бұрыннан басқа көзбен көрем. Дүние тыныш қалды. Мен телефонды кеудеме қысып, көзімді жұмдым. Бұл жай қызығушылық па? Әлде қауіпті бастама ма? Бір ғана нәрсе анық еді. Ертеңгі күн бұрынғыдай болмайды. Таңертең айнаға ұзақ қарадым. Кеше түнгі жазысқанымыз түс сияқты. Бірақ телефонды ашқанда бәрі орнында тұр. Оның сөздері. Менің қысқа ғана жауабым. Сізді бұрыннан басқа көзбен көрем. Жүрегім тағы да шым етті. Ас үйге түстім. Күйеуім жұмысқа асығып жүр. Әдеттегідей салқын. Маған қарамайды да. Ал мен болсам, бір түнде өзгеріп кеткендеймін. Сағат 10-дар шамасында есік қоңырау соғылды. Ол. Ағам үйде ме? Деді сабырлы үнмен. Жоқ, жұмыста, дедім. 1 секундтық үнсіздік. Онда кірейін бе? Неге жоқ демедің? Неге кейін кел демедің? Ол кірді. Үй іші тым-тыныш, тек сағаттан тыққыла. Мен ас үйге өтіп кеттім. Ол соңынан келді. Кеше жазғаным үшін өкініп тұрсыз ба? Деді тікелей. Мен оның көзіне қарадым. Қашпады. Бойында сенімділік бар. Сен артық кеттің, дедім сабыр сақтауға тырысып. Мен сенің жеңгемін. Білемін. Онда неге бұлай істейсің? Ол бір қадам жақындады. Өйткені сезімді тоқтата алмай жүрмін. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Бұл дұрыс емес, дедім. Дұрыс емес екенін білемін. Бірақ өтірік өмір сүрген дұрыс па? Бұл сөз мені дәл жүректен ұрды. Өтірік өмір. Соңғы жылдар көз алдынан өтті. Үнсіз кештер, бөлінген төсектер, салқын қарастар. Сіз бақыттысыз ба? Деді ол күтпеген жерден. Жауап бере алмадым. Үнсіздігін жауап еді. Ол баяу қолыма тиді. Бұл жолы әдейі. Мен сізді құрметтеймін, бірақ әйел ретінде көремін. Денем шымырлап кетті. Тоқта, дедім сыбырлап. Бірақ қолымды тартып алмадым. Сол сәтте сыртта бір көлік тоқтаған дыбыс естілді. Екеуміз селк еттік. Ағам ба? Деді ол сыбырлап. Жүрегім аузыма тығылды. Терезеден қарадым. Жоқ, көршінің көлігі. Терең дем алдым. Бірақ әлгі қысқа қорқыныш мені шындыққа қайтарды. Бұл қауіпті, дедім. Өте қауіпті. Ол бір сәт үнсіз тұрды. Қауіпті болса да, сізден алыстай алмаймын. Сол кезде телефоным шыр етті. Экранда күйеуімнің аты. Қайдасың? Үйдесің бе? Мен қайнысыма қарадым.
Ол маған. Ауа ауырлап кетті. Жауап беріңіз, деді ол жай ғана. Мен телефонды көтердім. Иә, үйдемін, дедім. Ал дәл сол сәтте қайным менің білегімнен ұстап, саусақтарында қысып тұрды. Күйеуім ар жақтан. Түсті ерте келуі мүмкін, деді. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қайным менің көзіме қарап, жай ғана сыбырлады. Онда асығу керек. Телефонды қойған сәтте қолым дірілдеп тұрды. Түсте келуі мүмкін, дедім мен сыбырлап. Ол маған бұрынғыдан да жақын тұр. Арамызда бір қадам ғана. Онда мен кетейін, деді. Бірақ қозғалмады. Мен де үндемедім. Бірнеше секунд. Бірақ ол секундтар бір сағаттай сезілді. Сен не істеп жатқаныңды түсінесің бе? Дедім ақыры. Түсінемін, деді ол. Бірақ сіз де түсініп тұрсыз. Оның көзқарасы тік, жасырын емес, ұялмайды. Мен сізді жай қызығып жүрген жоқпын, деді ол баяу. 1 жылдан бері. Жүрегім тарс етті. 1 жыл? Иә, сізді ешкім байқамайтын кезде байқаймын. Ағам телефон шықлап отырғанда, сіздің үнсіз отырғаныңызды көремін. Сіз күлімсірегенде шын емес екенін байқаймын. Бұл сөздер мені әлсіз етті. Біреу мені осынша бақылап жүргенін білмеппін. Сен жассың, дедім өзімді жинап. Бұл уақытша сезім. Жоқ, егер уақытша болса, әлде қашан өшіп кетер еді. Ол тағы бір қадам жақындады. Мен артқа шегінгім келді. Бірақ ас үй қабырғасына тіреліп қалдым. Сізді әйел ретінде қалайтыным рас, деді ол ашық. Бірақ ең алдымен сіздің жаныңызға жақын болғым келеді. Тынысым ауырлады. Тоқта, дедім әлсіз ғана. Егер сіз бір рет кет десеңіз, кетемін, деді ол. Бұл шешуші сәт еді. Айтуым керек еді. Қатты, нақты. Бірақ аузымнан сөз шықпады. Үнсіз қалдым. Ол менің үнсіздігімді жауап деп қабылдады. Қолын жайлап бетіме тигізді. Алақаны жылы. Сіз әдемісіз, деді сыбырлап. Соңғы рет мұндай сөзді қашан естідім? Есіме түспейді. Ол еңкейіп маңдайынан жеңіл ғана сүйді. Дүние тоқтап қалғандай. Бұл құмарлық емес еді. Бұл шекарадан өту. Сол сәтте есік қоңырауы қатты шыр етті. Екеуміз де селк еттік. Құдай-ай, дедім даусым шықпай. Ол бір сәтте шегінді. Қоңырау тағы соғылды. Мен есікке қарай жердім. Жүрегім аузыма тығылып тұр. Есікті аштым. Күйеуім. Телефонымды ұмытып кетіппін, деді ештеңе сезбегендей. Мен аққа көз тастадым. Қайным қонақ бөлмеде сабырлы қалыпта отыр. Бейне бір ештеңе болмағандай. Күйеуім ішке кірді. Сен әлі осындасың ба? Деді інісіне. Иә ағам, жол жөнекей соға салдым, деді ол тым-тыныш. Мен ас үйге өтіп кеттім. Қолым дірілдеп, стакан құлап кете жаздады. Күйеуім маған қарап, не болды саған? Деді күдікпен. Ештеңе, басым ауырып тұр, дедім. Қайным есікке қарай беттеді. Шығар алдында бір сәт маған қарады. Сол көзқараста шешім бар еді. Бұл енді жай флирт емес. Бұл басталып кеткен нәрсе. Есік жабылды. Күйеуім мені біраз қарап тұрды. Сен біртүрлі болып жүрсің, деді ол ақырын. Мен үндемедім. Ішімде бір ғана ой. Бүгін біз шекарадан өттік. Кері қайту бар ма? Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Үй іші бұрынғыдай емес. Күйеуім маған ұзақ қарап қоятын болды. Әсіресе телефонымды қолыма алған сайын. Ал ол, қайным, 3 күн хабарласпады. 3 күн. Бірақ дәл сол үнсіздік мені мазалады. 4-ші күні кешке қысқа ғана хабарлама келді. Сөйлесуіміз керек. Бүгін, жалғыз. Жүрегім зу ете қалды. Жауап жазбай ұзақ отырдым. Бірақ кешкісін дүкенге шығам деп үйден шықтым. Сыртта жаңбыр құйып тұр екен. Күздің салқын иісі. Көше бұрышында оның көлігі тұр. Мен жақындағанда есікті ішінен ашты. Отырыңыз, деді қысқа ғана. Көлік ішінде жылы, бірақ ауа ауыр. Бірнеше секунд үнсіз отырдық. Тек жаңбырдың әйнекке соғылған дыбысы. Неге жазбай кеттің? Дедім ақыры. Өйткені сізге қысын жасағын келмеді, деді ол. Бірақ үндемей де жүре алмаймын. Мен терезеге қарадым. Біз не істеп жүрміз? Дедім сыбырлап. Шындықты мойындап жеміз. Бұл шындық емес, бұл қателік. Ол маған бұрылды. Егер қателік болса, неге мені көргенде деміңіз өзгереді? Жауап бере алмадым. Сіз бақытсызсыз, деді ол анық. Мен оны көріп жүрмін. Сен менің өмірімді білмейсің. Білемін. Сіз үнсіз қалғанда бәрін айтасыз. Бұл сөз тағы да жүрегімді дәл тапты. Кенет ол қолымды ұстап алды. Бұл жолы мен тартпадым. Мен сізді біреуден тартып алғым келмейді, деді ол. Бірақ сіз
өзіңізді жоғалтып барасыз. Көзіме жас келді. Жаңбыр сыртта күшейіп кетті. Неге мен? Дедім. Өйткені сіз нағыз әйелсіз. Жасыңыз үшін емес, көзқарасыңыз үшін, тыныштығыңыз үшін, күшіңіз үшін. Мен оны тоқтатқым келді. Бірақ сол сәтте ішімдегі бір бос кеңістік толып жатқандай болды. Ол баяу еңкейіп, бетінен емес, бұл жолы ернінің шетіне жақын тоқтады. Егер тоқта десеңіз, тоқтаймын, деді сыбырлап. Тағы сол шешім, тағы сол үнсіздік. Бірақ бұл жолы мен көзімді жұмдым. Ол ернімнен сүйді, ұзақ емес, бірақ анық. Кері шегінетін шекара сол сәтте бұзылды. Мен демімді әрең алып отырдым. Бұл дұрыс емес, дедім әлсіз. Бірақ шынайы, деді ол. Сол сәтте телефоным шыр етті. Экранда күйеуім. Қайда жүрсің? Дүкен сонша алыс па? Қаным басыма шапты. Мен тез жауап жаздым. Кезек көп. Ол маған қарап отыр. Бұлай жасырын жүре алмаймыз, дедім мен. Онда жасырмайық, деді ол күтпеген батылдықпен. Сен есімнен адастың ба? Дедім шошып. Мен сізді жоғалтқым келмейді. Жаңбыр баяу басылды. Көліктің іші тым-тыныш. Мен есікті аштым. Бүгінгі болған нәрсені ұмытайық, дедім. Әлі кеш емес. Ол ештеңе демеді. Тек соңғы рет. Сіз ұмытқыңыз келсе ұмытыңыз, бірақ мен ұмытпаймын. Мен көліктен түстім. Жаңбырдан кейінгі ауа суық, бірақ ішімде бір от жанып тұр. Үйге кіргенде күйеуім диванда отыр екен. Неге сонша кешіктің? Деді суық дауыспен. Мен оған қарадым. Алғаш рет ішімде кінә мен белгісіз бір батылдық қатар. Өйткені бүгін біз жай сөзден өтіп кеттік. Енді бұл сезім емес, бұл таңдау алдында тұрған өмір. Жаңбырлы кештен кейін үйдің ауасы өзгеріп кетті. Күйеуім үндемейтін болды. Бірақ оның үнсіздігі бұрынғыдай бос емес еді. Енді ол бақылап жүр. Мен телефонымды үстел үйге қалдырсам, көзі сонда. Хабарлама келсе, бірден маған қарайды. Ал ол, қайным, 2 күн бойы хабарласпады. Сол тыныштық мені іштен жеп бара жатты. 3-ші күні кешке үйде жалғыз қалдым. Күйеуім іссапарға кеткен. Үй іші тым-тыныш. Сағат 22:17. Телефон жарқ етті. Мен шыдай алмай жүрмін. Жүрегім тағы да шапшаң соға бастады. Жауап жазбауым керек еді, бірақ жаздым. Бұл тоқтауы керек. Бірден жауап келді. Сіз шын тоқтатқыңыз келе ме? Сол сәтте есік қоңырау соғылды. Қаным суып кетті. Түн ортасында кім? Есікті ашсам, ол. Жындысың ба? Дедім сыбырлап. Көріп қалса ше? Ағам қалада жоқ, деді сабырлы. Көршілер бар. Ол ішке кіріп кетті. Соңғы рет сөйлесейік, деді. Үй іші тым қауіпті көрінді. Әр дыбыс үрей. Неге келдің? Дедім ашулы үнмен. Өйткені сізді жоғалтып барам. Бізде ештеңе жоқ. Бар, деді ол қаттақ. Көліктегі сүйісу жай нәрсе емес. Денем шымырлап кетті. Үндеме, дедім. Ол жақындады. Сіз де сездіңіз. Бір сәт үнсіздік. Мен оған қарап тұрмын. Ол маған. Арадағы тартылыс анық. Сол сәтте сыртта біреудің даусы естілді. Көрші әйелдің күлкісі. Екеуміз де қатып қалдық. Кет, дедім сыбырлап. Қазір. Ол есікке беттеді. Дәл сол кезде оның телефоны дір етті. Экранда ағасының аты жарқ етті. Екеуміз бір-бірімізге қарадық. Көтерме, дедім. Бірақ кеш еді. Күйеуім қайта-қайта қоңырау шалды. Ол сатқа шығып жауап берді. Мен есікке жақындап сөздерін естідім. Иә, ағам. Жоқ, үйде емеспін. Иә, достарменмін. Үнім шықпай қалды. Ол өтірік айтып тұр. Мен үшін. Бірнеше минуттан кейін ішке қайта кірді. Ол қайдасың деп сұрады ма? Дедім. Иә. Күдіктеніп жүр ме? Иә. Жүрегім төмен қолдылап кеткендей болды. Бәрі бітті, дедім. Бұл енді жай ойын емес. Ол маған тіке қарады. Мен қорықпаймын. Мен қорқамын, дедім алғаш рет даусымды көтеріп. Мен 50-демін. Менің балаларым бар, туыс бар, қоғам бар. Ал сіздің бақытыңыз ше? Сұрақ ауыр тиді. Дәл сол сәтте менің телефоным шар етті. Хабарлама. Күйеуімнен. Бүгін үйге ертерек қайтам. Күт. Қолым мұздап кетті. Мен қайныма қарадым. Бәрі сезіліп тұр, дедім ақырын. Ол маған жақындап, соңғы рет сыбырлады. Егер ұсталып қалсақ та, мен бас тартпаймын. Ол кетіп қалды. Есік жабылғанда үй іші тым бос болып кетті. Бірақ ішімде дауыл. Сол түні күйеуім үйге ерте келді. Маған ұзақ қарады.
Телефоныңды берші, деді кенет. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Неге? Дедім сабыр сақтауға тырысып. Жай, қарайын. Ауа ауырлап кетті. Телефон менің қолымда. Оның көзі менде. Телефон қолында. Күйеуім қарсы алдымда отыр. Бер дедім ғой, деді сабырлы. Бірақ даусы суық. Мен жымиып көріндім. Не болды саған? Сенім жоқ па? Соңғы кезде сен өзгердің, деді ол көзін алмай. Бірдеңе бар. Жүрегім тарс-тұрс. Егер қазір берсем, бәрі бітеді. Бермеу күдікті күшейтеді. Мен экранды аштым. Бақытыма қарай соңғы жазысуды өшіріп үлгерген едім. Телефонды оған создым. Ол үнсіз қарап отырды. Галерея, хабарламалар, қоңыраулар. Мен демалмай тұрмын. Бір сәтте оның қабағы түйілді. Неге соңғы кезде інім жиі жазатын болды, деді. Қаным басыма шапты. Жай шаруалар шығар, дедім. Түнгі 12-де ме? Сөйтіп, ол байқап жүрген. Сендерде бірдеңе бар ма? Деді тікелей. Жауап беру керек. Қазір. Жоқ, дедім көзін тайдырмай. Ұзақ үнсіздік. Ол телефонымды үстелге қойды. Қараймын, деді жай ғана. Егер бірдеңе білсем, сөйлемін аяқтамады. Бірақ қорқыныш анық еді. Келесі күні таңертең үйде ауа тым ауыр болды. Күйеуім інісіне қоңырау шалды. Кешке кел, сөйлесеміз, деді қысқа. Менің ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Кешке екеуі қонақ бөлмеде отырды. Мен ас үйде тұрмын. Бірақ сөздері анық естіледі. Соңғы кезде жиі келіп жүрсің, деді күйеуім. Не болды? Деді қайным салқын. Жеңгеңмен сөйлесіп жүрсің бе? Үнсіздік. Менің алақаным теріліп кетті. Иә, сөйлесем, деді ол. Неге? Қалай сөйлесесіңдер? Қалай дегенін? Күйеуім даусын көтерді. Еркек сияқты жауап бер. Тынысын тоқтап қалды. Аға, деді ол сабырлы. Егер бірдеңе сұрағың келсе, тура айт. Ұзақ пауза. Сосын, сен менің әйеліме көз салып жүрсің бе? Жүрегім жарылып кеткендей болды. Үй іші өлі тыныш. Мен есік жаққа жақындадым. Дауыстар анық естіледі. Қайным біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Егер солай болса ше? Сол сәтте тарс еткен дыбыс шықты. Күйеуім оны икеріп жіберді. Есімнен адастың ба? Мен жүгіріп кірдім. Екеуі бір-біріне қарсытыр. Тоқтаңдар, дедім айқайлап. Күйеуім маған бұрылды. Сен айт, деді ашумен. Айт шындықты. Бүкіл өмірім сол секундқа сиып кеткендей. Айтсам, бәрі құлайды. Айтпасам, өтірік өмір жалғасады. Қайным маған қарап тұр. Көзінде қорқыныш жоқ. Тек шешім. Мен, дедім. Даусым шықпай қалды. Күйеуім айқайлады. Жауап бер. Мен көзімді жұмдым. Бір секунд. Бір ғана сөз бәрін өзгертеді. Мен, дедім тағы. Екеуінің көзі менде. Қайным тыныш. Күйеуім ашулы. Бұл секундта мен екі өмірдің ортасында тұрдым. Ештеңе болған жоқ, дедім ақыры. Үнсіздік. Қайным маған қарады. Көзінде бір сәттік ауыр реніш жылт етті. Бірақ, дедім даусым дірілдеп. Ол маған сезімін айтты. Бөлме іші жарылғандай болды. Не? Деп күйеуім айқайлады. Мен жасырмаймын, деді қайным бірден. Иә, мен оны ұнатамын. Тарс. Күйеуім жұдырығымен інісін ұрып жіберді. Мен айқайладым. Тоқта! Екеуі жаға жыртысып кетті. Үстел құлап, орындық аударылды. Ол менің әйелім, деп айқайлады күйеуім. Ол зат емес, деп айқайлады қайным. Бұл сөз бәрін өзгертті. Күйеуім тоқтап, маған бұрылды. Сен де соны қалайсың ба? Деді тісін қысып. Мен үндемедім, бірақ үнсіздік жауап еді. Күйеуім артқа шегінді, көзі суып кеткен. Демек, бар екен ғой, деді баяу. Қайным орнынан тұрды. Мен оны мәжбүрлеген жоқпын, деді. Ол да сезеді. Үндеме, деп айқайладым мен. Өйткені бұл шындықты дауыстап айту тым ауыр еді. Сол сәтте есік ашылды. Енем. Ол айқай-шуды естіп кірген. Не болып жатыр? Деді шошып. Үшеуміз үнсіз қалдық. Күйеуім ашумен. Сұра мына екеуінен, деді. Үй ішінде дауыс түсініксіз айқай, көз жасы. Енем маған қарап, ұялмайсың ба? Деді. Бұл сөз мені тіліп өтті. Бір сағат ішінде бәрі белгілі болды. Туыстарға хабар кетті. Телефондар шырылдай бастады. Мен ортада тұрмын. Бір кезде қайным дауыстап айтты. Егер ол менімен кетем десе, мен дайынмын. Бөлме тағы да жарылғандай болды. Күйеуім күліп жіберді. Суық күлкі. Қайда апарасың? Елудегі әйелді ме?
Бұл сөз жанымды өртеді. Қайным үндемеді. Мен көз жасымды сүрттім. Тоқтаңдар, дедім ақыры. Бұл менің өмірім. Бәрі маған қарады. Иә, ол сезімін айтты. Иә, мен шатастым. Бірақ ешкім мені зат сияқты талқыламайды. Үй іші тыныш. Мен кетемін, дедім. Қайда? Деді күйеуім. Қазір бәрінен алыс. Мен бөлмеге кіріп сөмке жинай бастадым. Қолым дірілдеп тұр. Қайным есік алдында. Шешім қабылдадың ба? Деді сыбырлап. Мен оған қарадым. Бұл махаббат па? Әлде жалғыздықтан туған әлсіздік пе? Бірақ бір нәрсе анық еді. Бұл үйде мен енді бұрынғы әйел емеспін. Сөмкемді алып есікке беттедім. Артта айқай, реніш, күйреген отбасы. Ал алдында белгісіздік. Мен сол түні әпкемнің үйіне бардым. Таң атқанша ұйықтай алмадым. Телефон тынбай шырылдады. Туыстар, құрбылар, бейтаныс нөмірлер. Өсек оттан да тез тарайды екен. Таңертең ең ауыр қоңырау келді. Қызым, анашым, рас па? Деді даусы дірілдеп. Жүрегім сынып кеткендей болды. Қызым, адамдар жазып жатыр. Әкем жылап отыр. Не істеп қойдың? Мен үнсіз қалдым. Өйткені өзімді ақтай алмаймын. Мен әлі ешқайда кеткен жоқпын, дедім жай ғана. Мен тек ойлануым керек. 50 жаста не ойлану бар, мама? Деді ол ауыр күрсініп. Біз бармыз ғой. Бұл сөз жанымды тіліп өтті. Иә, мен анамын. Иә, мен әйелмін. Бірақ мен адаммын ба? Түске қарай ол қайным хабарласты. Сөйлесейік, бәрі ұшығып барады. Кездестік. Қаланың шетінде адамдар аз жерде. Ол бұрынғыдай батыл емес, бірақ көзі анық. Мен ата-анама бәрін айттым, деді. Не деді олар? Қарсы, қатты қарсы. Мен күлдім, ащы күлкі. Күтілген жауап. Бірақ мен шешімімді өзгертпеймін, деді ол. Егер сен келем десең, пәтер жалдаймын. Жаңадан бастаймыз. Жаңадан бастау. 50 жаста. Қоғам күлмей ме? Балалар теріс айналмай ма? Сен ойланып тұрсың, деді ол. Өйткені бұл тек сезім емес, бұл өмір. Мен сені ұяттан қорғаймын. Қоғамнан қорғай алмайсың, дедім. Ұзақ үнсіздік. Сен мені шын қалайсың ба? Дедім кенет. Ол бір секунд кідірді. Иә. Жай құмарлық емес пе? Жоқ. Ертең 10 жылдан кейінше? Ол жауап бере алмады. Міне шындық. Мен оның көзінен махаббат көрдім. Бірақ тәжірибе көрмедім. Кешке күйеуім хабарласты. Дауысы бұрынғыдай ашулы емес. Үйге қайт, деді жай ғана. Бәрін ұмытамыз. Ұмыта аласың ба? Дедім. Білмеймін, бірақ сенсіз де болмайды. Бұл сөздерде ауыр еді. Бір жағымда жас жігіттің оттай сезімі, екінші жағымда жылдар бойы бірге тұрған адамның үнсіз тәуелділігі. Мен көше бойымен жалғыз жүріп келемін. Адамдар өз тіршілігімен, ал менің ішінде сот жүріп жатыр. Сол сәтте қайнымнан соңғы хабарлама келді. Бүгін шешім қабылда. Мен дайынмын. Телефон экраны жарық, ал мен екі жолдың ортасында тұрмын. Түн. Қала шамдар алыстан жыпылықтайды. Мен жалғыз отырмын. Телефон қолымда. Екі хабарлама. Бірі, мен дайынмын. Екіншісі, үйге қайт. Бір жүрек, екі тағдыр. Мен 50 жастамын. Бұл жаста әйелге сезім кешіруге болмайды деп ойлайды бәрі. Бұл жаста ұят деген сөз бірінші тұрады. Бірақ сол түнде мен бір нәрсені түсіндім. Мен тек біреудің әйелі немесе біреудің анасы ғана емес екенмін. Мен өз өмір бар адаммын. Мен алдымен қайныммен кездестім. Ол күтіп тұрды, көзінде үміт. Шештің бе, деді. Мен оған ұзақ қарадым. Иә, мен оның қасында өзімді тірі сезіндім. Иә, ол мені әйел ретінде көрді. Иә, менің жүрегім дүрсілдеді. Бірақ бұл сезім шын, дедім баяу. Бірақ бұл бастама ғана, ал өмір ұзақ. Ол үндемеді. Сен мені бүгін жақсы көресің, ертең де мүмкін. Бірақ мен саған ертең ауыр жүк болып қалғым келмейді. Мен олай ойламаймын, деді ол. Қазір ойламайсың. Жаңбыр иісі тағы да ауада. Мен сені бағалаймын, дедім. Бірақ мен өзімді бірінші рет таңдаймын. Ол түсінбей қарады. Мен ешқайсыңды таңдамаймын. Үнсіздік. Мен бөлек кетемін, дедім анық. Біраз уақыт өзіммен боламын. Оның көзінде ауырлық пайда болды. Демек, біз біттік пе? Біз ешқашан басталмадық. Бұл сөз екеумізге де ауыр тиді. Ол басын изеді.
егер бір күні өкінсең, деді, онда да бұл менің таңдауым болады, дедім. Келесі күні күйеуіммен сөйлестім. Мен уақытша бөлек тұрам, дедім. Ол үшін бе? Деді ол. Жоқ, өзім үшін. Ол ұзақ үнсіз отырды. Қайтып келесің бе? Егер мені түсінсең, мүмкін. Бұл бірінші рет біз шынайы сөйлестік. Айқайсыз, кінәсіз. Бір ай өтті. Мен шағын пәтер жалдадым, жұмысымды көбейттім. Спорт залға жазылдым. Алғаш рет таңды тыныш қарсы аламын. Телефоным тыныш. Ешкімге жасырыну жоқ. Ешкімнің көлеңкесінде емеспін. Қайным кейде жазды, қысқа ғана. Күйеуім де хабарласты, сабырлырақ. Бірақ мен асықпадым. Өйткені бұл оқиға маған бір нәрсе үйретті. Жас айырмашылық емес, қоғам сөзі емес, еркектің назарда емес. Ең қиыны өзіңе адал болу екен. Мен 50-демін, бірақ алғаш рет өзімді еркін сезіндім. Соғы.